Етті мал шаруашылығы Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін дамытудың таяу жылдарға арналған басым салаларының бірі. Елімізде ірі көлемде ет өндіруге мүмкіндіктер көп. Мысалы, әлем бойынша жайылымдық жер көлемі жағынан 5-ші орындамыз. Бұдан бөлек, тұрақты жем-шөп базасын құруға бағытталған 2 миллион гектардан астам суармалы жеріміз бар. 2018 жылдан бері сыбаға бағдарламасы жұмыс істеп келеді. Бұл шаруалардың етті бағыттағы мал санын арттырулар үшін ірі қараның аналығын сатып алуға мүмкіндік береді. Шаруалар үшін бағдарлама шарттары өте тиімді. 70 миллион теңгеге дейінгі несие 15 жылға беріледі. Жылдық сыйақы мөлшерлемесінің көлемі 14%. Оның 10%-ын мемлекет субсидиялайды. Тиімді мөлшерлеменің жылдық пайызы 16,4%-тен аспайды. Мұнымен қоса 2,5 жылға дейінгі жеңілдік кезеңі қарастырылған. Қарағанды облысының тұрғыны Алтай Әбішев бағдарламаның тиімді шарттарын ұтымды пайдалануда. 70 миллион теңге көлемінде несие алып, Ресейден Абердин Ангус тұқымды 104 бас сиыр әкелді. Осы малдар жақсы адаптировация етіп, жақсы көтеріліп, біздің жерге уже төзімделді. Фермер жем-шөп дайындау үшін қордың несие қаражатына бірнеше трактор мен бірқатар техника сатып алды. Сыбаға бағдарламасы тек мал алуға ғана емес, қажетті негізгі құралдар сатып алуға, сондай-ақ айналым капиталын толықтыруға мүмкіндік береді. Несие алып, біз 5-6 трактор алдық. Мінекей. Алла қаласа шөбімізді өзіміз дайындап жатырық. Алтай Әбішев бұл жетістігімен тоқтап қалмақ емес. Мына несиесін өтеп тастаған соң, шаруашылығын кеңейту үшін тағы өтінім беруді жоспарлап отыр. 3 жылдың ішінде шығады Алла қаласа. Төл туады, сол төл 1-2 жыл жаңағындай по программе сатылады да, сосын қалғандарын ұрғашыларын алып қаламыз. Еркектерін мүмкіндік болса, сол бордақыға шығарып уже сатуға дайынбыз. 2018-2019 жылдары сыбаға бағдарламасы бойынша қор шамамен жалпы сомасы 15 миллиард теңге болатын 500 жобаны қаржыландырды. Бұл арқылы 36 мың бас ірі қара мал әкелінді. Төлдері өскеннен кейін бордақылау алаңдарына тапсырылады. Фермер Жақсылық Сопыжанов та осыдан 1 жыл бұрын қордан 40 миллион теңге несие алып, Ресейден 69 бас Герефорд тұқымды мал сатып алды. Шаруа бұл малдың орталық Қазақстанның қатаң климатына тез бейімделетінін айтады. Басында сыбаға алғаннан кейін қандай малды жан-жақтан сұрастырып, үлкен хозяйстволардан жаңа ангус аламыз ба деп, тағы да басқасын аламыз деп, сосын сұрай кеп, біздің ауа райымызға, біздің жерімізге осы лайықты Герефорд тұқым мал болды. Сонымен қатар Жақсылық Сопыжанов мал азығын дайындау үшін сыбаға бағдарламасы бойынша қажетті ауыл шаруашылық техникалары мен құрал жабдықтар сатып алды. Фермер бұл арқылы өндірісті толығымен механикаландырып, қолмен жұмыс істеуден бір жола құтылмақ. Бүгінде ол электронды жайылым, роторлы шөп ору, шөп престеу құралдарын пайдаланады. Қоларымызда осы көктемде қоса бастадық. Алла бұйырса, келесі жылы 2020 жылы март айынан төл күтудеміз. Фермерлер сыбаға бағдарламасының басты артықшылығы оның тиімді кепілдік талаптарында деп отыр. Мысалы, бағдарламаның шарттары бойынша қолда бар мүлік қана емес, сатып алатын мал мен техникада кепіл ретінде қабылданады. Бастайым деген шаруашылыққа жақсы көтерім беріп тұрды бұл шаруашылық сыбаға бағдарламасы. Сыбағаның шарттары шаруалардың алаңсыз мал өсірулеріне қолайлы. Яғни несие төлеуде қиындық жоқ. Өйткені берілген 2,5 жыл жеңілдік кезеңінде шаруа жұмысын жолға қойып, аяқтан тұрып алады.